Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің есімім Зұлпыхарова Майра Нұралханқызы. Мен Қармақшы аудандық оқушылар үйінің фитодизайн үйірмесінің жетекшісімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлме гүлдеріне қажетті күтім жасау. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға бөлме гүлдерін өсіруді насихаттай отырып, өсімдіктердің жайқалып өсуі үшін үй жағдайында дұрыс күтім жасау жолдарын үйрету. Табиғатқа, айнала қоршаған ортаға зер салу қабілеттерін дамыта отырып, өсімдіктер әлеміне қамқор болуға, әсемдікке, еңбексүйгіштікке үйрете отырып, экологиялық тәрбие беру. Қоршаған ортаның бір бөлігі өсімдіктер, күніміздің көп бөлігі бөлмеде өтетіндіктен ауасы таза болуы шарт. Ол үшін бөлме гүлдерін өсірген дұрыс. Өйткені әрбіріміздің үйімізге көрік беріп, терезе жақтауларына жиылған бөлме гүлдерінің үйді оттегімен байытудан өзге де артықшылықтары көп. Адам ағзасы белгілі бір климатқа бейімделуіне көмектесіп, иммунитетті күшейтумен қатар түрлі ауруларға ем бола алады. Одан басқа, адамның көңіл күйін көтеріп, үйдің ылғалдылығын сақтайды. Адамға белгілі бір дәрежеде үйдің ылғалдылығы қажет. Мұрын ауруы, дем алу қиын адамдарда әр бөлмеде гүл болып, сол гүлдерге күнделікті аз-аздап су шашылып немесе аптасына 1-2 рет суғарылып тұрса, бөлмеде белгілі бір дәрежеде ылғал сақталады. Бөлме гүлдерін өсіруден бұрын оны күтіп баптау бір өнер. Көбіміз гүлге тек су құйып, оны түптеуден басқа ешқандай күтім жасамаймыз. Алайда жасыл желектерді өсіруде бірнеше қағидаларды ескерген жөн. Ең алдымен бөлменің жарық болуы. Бір гүл күн көзін жақсы көрсе, бірі ала көлеңкені жақсы көреді. Сондықтан да гүлдің түрін ажырата білу керек. Және гүлді шамадан тыс суғара беруге де болмайды. Көп суғарылған гүлдердің тамыры шіріп, әрі қарай өсуі қиындайды. Сондықтан гүлге аптасына 1 рет молынан су құйып, қалған кездерде топырағын қопсытып, су шашып, жапырағын тазартып, ылғалдап тұрған жөн болады. Бізге осы бөлме гүлдерін күтіп баптауға қажетті заттар, яғни құбырда алынған су. Бұған мен әмбебап тыңайтқышты пайдаландым. Өйткені әмбебап тыңайтқыштың құрамында натрий, фосфор, калий және түрлі макро және микро элементтер бар. Бұл өсімдіктің әдемі болып жайқалып өсуіне өте қажетті элементтер. Осы суды қосып мен суымды тыңайтып алдым. Және жылы суды су бүркігішке құйып алдым. Сонымен қатар, яғни резинке қолғап қажет. Өсімдіктің қураған жапырақтарын салу үшін мынандай ыдыс алдым. Және сонымен қатар жұмсақ мата немесе мақтаны өсімдіктің шаңын сүртуге пайдаланамын. Мына су, яғни құбырдағы су, бұл суды бірден құбырдан алып пайдалануға болмайды. Өйткені құбырдағы судың құрамында хлор, ауыр металдар және артық тұздар болады. Сол себептен біз оларды ыдысқа құйып алып, 1-2 тәулікке бөлме температурасына қойып, тұндырып, содан кейін ғана гүлдерге құямыз. Және мен гүлдерге құйған кезде осындай дүкендерде сатылатын әмбебап тыңайтқыштарды пайдаланамын. Бұндай тыңайтқыштарды пайдалану кезінде міндетті түрде қолыңызға резинке қолғапты киіп, содан кейін ғана қаптаманың сыртындағы қолдану ережесіне қарап пайдалануымыз қажет. Не себепті резинке қолғап киюіміз қажет? Өйткені кейбір адамдардың қолына бұндай қоспасы бар тыңайтылған заттар түскен кезде ол аллергиялық тері ауруларын туғызуы мүмкін. Сол себепті біз қауіпсіздік ережесін сақтау кезіндегі, яғни резинке қолғабымызды киім алуымыз қажет.
Енді мен осы суды құмырадағы гүліміздің жиек-жиегіне құйып шығамыз. Осылай айналдыра құйып шығуымыз қажет. Гүліміздің жапырағын сүртіп, оны ылғалдау үшін осы жылы суымызды су бүркігішке құйып, сөйтіп содан кейін ғана гүлдерге себеміз. Сеуіп болғаннан кейін жұмсақ мата немесе мақтаны алып, жапырақтарын шаңын сүртіп аламыз. Және топырағында артық қураған жапырақтарды тазартамыз. Осы таяқшамен гүлдің топырағын қопсытамыз. Топырақты қопсыту қажет, өйткені гүлдің тамырына ауа жіберу керек. Сол себепті біз бөлме гүліміздің дұрыс өсуі үшін біз өстіп топырағын үнемі қопсытып алуымыз қажет. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар оқушылар.